Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тікбұрышты параллелепипед көлемі, толық бетінің ауданы. Енді тікбұрышты параллелепипедтің анықтамасына келетін болсақ, тікбұрышты параллелепипед табандары тік төртбұрыш болатын тік параллелепипедті айтамыз. Тік параллелепипедтің қырлары А, В, С, Д диагоналі. Тік параллелепипедтің жақтары тік төртбұрыштар болып келеді. Тік бұрышты параллелепипед пен тік параллелепипедтің айырмашылығы, тік параллелепипедтің табандары кірпіш тәріздес, не болмаса жәшік тәріздес болып келеді. Ал тік параллелепипедте табаны тік төртбұрыш болып келеді. Суретте көріп отырғанымыздай, тік бұрышты параллелепипедте 8 төбесі бар. А1 бір төбесі, В1 екінші төбе, С1 үшінші төбеміз, Д1 және А2 төбесі, В2 төбесі, С2 төбесі және де Д2 төбесі. Сонда тікбұрышты параллелепипедте бізде 8 төбесі бар екен. Соныменен төменгі табаны мен жоғарғы табандары өзара тең. Және де сол жақтағы бүйір жағы менен оң жақтағы бүйір жағы да өзара тең. Тікбұрышты параллелепипедтің А1, А2, Д2, Д1, В1, В2, С2, С1 жақтары өзара тең. Ал енді біз тікбұрышты параллелепипедтің табандарының қарама-қарсы төбелерін қосатын болсақ, онда тікбұрышты параллелепипедтің диагоналін саламыз. Тікбұрышты параллелепипедтің диагоналі А2, Д1, В1, Д2, екінші диагоналі, А1, С2, үшінші диагоналі, және де С1, А2, төртінші диагоналі. Сонда тікбұрышты параллелепипедте 4 диагональ бар екен. Олар өзара тең диагональдары. Енді осы геометриялық денелерге байланысты негізгі формулаларды қарастырайық. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі В тең А, В, С. Бұндағы А, В, С деп отырғанымыз бұл 3 өлшем. Бір-біріне көбейтілгенге тең. А деп отырғанымыз ұзындық, В ені, С биіктігі. Бүйір бетінің ауданы 2С көбейту жақша А қосу В. Бүйір бетінің ауданы деп отырғанымыз 2 табанынан басқа 4 жағының қосындысына тең. Яғни табанның периметрі мен биіктігінің көбейтіндісіне тең болады. Тікбұрышты параллелепипедтің толық бетінің ауданы 2 көбейту жақша АВ қосу ВС қосу АС-ға тең. Бұндағы біз тікбұрышты параллелепипедтің жақтары тік төртбұрыштар дедік қой. Тік төртбұрыштың ауданы ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. АВ қосу ВС қабырғасы қосу АС қабырғасына тең. Бұл тікбұрышты параллелепипедтің толық бетінің ауданының формуласы. Құрметті оқушылар, осы тікбұрышты параллелепипедтің көлемдеріне байланысты, толық бетінің ауданына байланысты, бүйір бетінің ауданына байланысты есеп қарастырам. Өлшемдері 30 см, 20 см, 10 см болатын тікбұрышты параллелепипедтің көлемін, бүйір бетінің ауданын және толық бетінің ауданын табыңыз. Бірінші, көлемі В тең А көбейту В көбейту С 3 өлшемінің көбейтіндісі. 30 көбейту 20 көбейту 10 сантиметр тең болады. Көбейтеміз үшеуін. Сонда 6000 сантиметр куб болады. Өйткені біз көлемін есептеп жатырмыз. Екінші ауданның бүйір бетінің ауданы табу керек. Бүйір бетінің ауданы тең болады.
2 көбейту жақша А қосу В, жақша жабылған көбейту С. Тең болады 2 көбейту жақша 30 қосу 20, жақша жабылған көбейту 10. Тең болады 30-ға 20-ны қосам, оны 2-ге көбейтем, сөйтіп 10-ға көбейтем. 1000 сантиметр квадрат болады. Өйткені біз ауданын тауып жатырмыз, сондықтан да квадрат жазамыз. Үшінші, тікбұрышты параллелепипедтің толық бетінің ауданы тең болады 2 жақша 30 көбейту 20 қосу 20 көбейту 10 қосу 30 көбейту 10, жақшаны жабамыз, көбейтіп бір-біріне қосамыз, жақшаның сыртындағы 2-ге көбейтеміз. 2200 сантиметр квадрат болады. Өйткені бұл да ауданның формуласы, сондықтан да квадрат жазамыз. Сонымен, құрметті оқушылар, тікбұрышты параллелепипедтің көлемі, толық бетінің ауданы, бүйір бетінің ауданының формулаларын толықтай меңгердік. Тікбұрышты параллелепипедтің 12 қыры, 6 жағы, 8 төбесі бар. 6 жағының жағы тік төртбұрыштар болып келеді. Олар өзара бір-біріменен тең. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.